Сәлеметсіздер ме, құрметті жиналған қауым. Бүгінгі подкастымыздың негізгі тақырыбы оқы және жең онлайн байқауы. 2024 жылдан бастап Қостанай облысының әкімшілігінің қолдауымен оқы және жең облыстық байқауы өтіп жатыр. Байқауға қатысушылар түрлі әдеби шығармаларды оқып, өз ойымен бөлісіп және жеңіске жетуге мүмкіндік алады. Барлықтарыңызға белгілі бүгінгі күні оқы және жең онлайн байқауының 3-ші кезеңі өтуде. Жалпы жас санатына байланысты әр қатысушы берілген жазушылардың кітаптарын мемлекеттік тілде, орыс тілінде оқи отырып, әр кезеңде офлайн тест тапсырады. Соңғы 4-ші кезеңде эссе жазу арқылы жеңімпаздар анықталып, байқауымыздың жеңімпазы белгілі болады. Олай болса, бүгін бізде қонақта оқы және жең онлайн байқауының 2-ші кезеңіндегі 3-ші орынды иеленген Ыбырай Алтынсарин атындағы мамандандырылған мектеп-гимназия интернатының көркем еңбек пәні мұғалімі Сайын Думан Асқарұлы бізде қонақта. Қонағымыз осы байқау туралы жалпы өзінің ойын, қандай жетістікке жеткенін, қандай қызықты кезеңдер болғанын бөлісуге келіп отыр. Сәлеметсіз бе, Думан мырза, қош келдіңіз. Сізге осы алтын уақытыңызды бөліп, бізге сұхбаттасуға келгеніңізге көп рахмет айтамыз. Бүгінгі таңда енді жалпы біз енді оқы және жең онлайн байқауының осы өткізілу барысында ең алға қоятын мақсат жалпы бұл жерде оқырмандардың, біздің жастарымызды кітап оқуға баулу, кітап оқуға шақыру деп айтамыз. Енді қояр сұрағым былай болып келсе сізге. Жалпы жаңа айтамыз, қазіргі таңда жастарды кітапқа қызықтыру өте оңай іс емес. Бірақ та енді өзіңіз де жас болдыңыз, өзіңіз ең бірінші кітапты қай кезде қолыңызға алып оқыдыңыз, қай жазушының кітабы, қандай кітап, қай кейіпкермен ұнады деген сұраққа жауап беріп кетсеңіз. Тамаша, сұрағыңызға рахмет. Қайырлы күн, тыңдармандар, көрермендер. Жалпы оқуға, жалпы кітапқа деген қызығушылығы баланың да жалпы біздің өмірімізге ең алғаш мектеп қабырғасында келіп, маған да сол кішкентай кезімнен әдебиет пәні жалпы жаныма жақын болды. Әдебиет пәніндегі бүкіл шығармаларды, мұғалімнің берген тапсырмаларын мен оқып шығып, күнде түсінік айтуға талпынатынмын. Сыныпта ешкім қолы көтермесе де, әдебиет сабағында мен қолы көтеріп түсінік айтатынмын. Сондай бір қазір сіздің сұрағыңызға есіме түсіп отыр. Бала кезімде сол 10-12 жастан бастап оқыған ең алғаш кітабым Томның «Шытырман оқиғалары» деген кітап болды. Марк Твеннің, ағылшын жазушысы болу керек, қателеспесем. Сол кісінің шығармасы. Сондағы жаңа Томның оқиғалары менің сол кездегі бала кезімдегі өзімнің бейнемді көрсетті кітаптағы. Кітаптағы соның оқиғаларын оқи отырып, менің өзімдегі өміріммен байланыстырдым. Сол кітап мен әлі күнге есімде қалып қойыпты кейбір тұстары. Ең алғаш оқыған кітабым сол болды. Енді сіз қазір мектепте мұғалімсіз, жаңа айтып жатырық қой, қазір жаңағы еңбек сағаннан мұғалімсіз, отбасыңыз бар. Жалпы өзіңіз үйде 2 ер бала өсіріп отырсыз, қателеспесем, өсіп келе жатыр ғой, 3 ер бала. Енді сол балаларға осы бастан осы кітапқа жақын болуға, кітапты көбірек қазіргі таңда енді олардың оқитын ертегілер ғой, осыған қызық көретіні. Осы бастан баулып, осы бастан үйретіп, балалардың өздерінің ниеттері қалай оқимыз деген. Осы жалпы 2-ші кезеңге қатысу барысында менің негізгі мақсатым өзімнің кітап оқу жүйемді қалыптастыру болды. Күнделікті 10 бет болсын, 15-20 бет болсын оқып отырып, яғни менің оқып жатқанымды, яғни отбасым, балаларым көрсін деген жалпы ниет болды негізі. Қазіргі таңда міне 3-ші кезең басталып жатыр. Қазір жолдасым, яғни келіншегім менімен бірге осы 3-ші кезеңге де қатысқысы ниеттеніп отыр. Яғни екеуміз де үйдегі үлкендер кітап алып оқып отырса, балалардың да жалпы қызығушылығы, енді бала деген ата-ананың айнасы ғой. Сіз айтқанмен ол түсінбеуі мүмкін, бірақ бала міндетті түрде көрген істейді. Сол көрген істеп бізге еріп, кішкене болса да өздерінің алдарындағы ертегілер, өзіңіз айтқандай кітаптардың беттерін ашып, жалпы қызығушылық танытып отыр.
Оқы және жең байқау арқылы жастарымыз қазақ әдебиетін оқып, ұлттық құндылықтарды тереңірек сезінеді деген үмітіміз бар екен. Біз енді бүгін ғана емес, оны қанша біз осындай подкасттар жүргіземіз, іс-шаралар өткіземіз, қандай да мәлімет береміз, оның бәрін біз айтып отырамыз. Енді жалпы сіздің ойыңызша осындай жобалар неге өткізіп жатырған, жаңа Қостанай облыс әкімшілігінің өткізіп жатқан оқы және жең жобасы бар деп жатырмыз. Басқа да іс-шаралар, жобалар сізге өзіңіз мектеп ішінде, мектеп аралық оқушылардың арасында қандай жобалар жүргізуге ойланасыз, армандар едіңіз, міне осындай болса, көре осындай істерді өткізсек деп? Осы жақында ғана өзі кітап сыйлау акциясы болды, мысалға. Мектепте жалпы мұғалімдер, біздер бір-бірімізге кітап сыйладық, оқушылар бір-біріне. Жалпы мен өзім мектебім жұмыс істейтін жұмыс орнында, енді тарихы терең Ыбырай Алтынсарин мектебі, онда жай бала жоқ. Барлығы дарынды, барлығы оқуға деген ынтасы жоғары балалар. Бізде өзі кітапханашының жеке өзінің жұмысы болу керек. Мен өзім көріп байқайтыным, кітап бұрышы болады. Яғни сол жерде әр бала өзінің үйдегі кітапханасынан бір кітап сол жерге сөреге қойған. Оны үзіліс уақытында болсын, қызыққан, жалпы өзім өтер кезде сол жерде жаңадан қандай кітаптар қойылды екен деп бір қарап өтем. Сол сияқты оқушылардың жалпы қызығушылығы артады. Әрбір жаңа кітап оқып, көріп, осы конкурс барысында да менің оқушыларым жүлделі орындар алды. Бірінші кезеңге де, екінші кезеңде де қатысып жүлделі орын алған оқушыларым бар. Сол себепті осындай жалпы конкурстар болсын, іс-шаралар болсын, көптеп ұйымдастырған балаларға әсерін бермей қоймайды. Міндетті түрде ол нәтижесін береді. Өзіңіздің Ыбырай Алтынсарин атындағы гимназиядағы, кітапханадағы оқушылармен жүргізіп жатқан жұмыстар сізді қанағаттанады, сіздің көңілінен шығады деп айта аласыз ғой жалпы. Енді қайтадан оқы және жең онлайн байқауына оралатын болсақ, бірінші кезеңде қазақ жазушыларының шығармаларын оқыдық, оқып жатырмыз қазірде. Екінші кезеңде қандас жазушыларымыздың, үшінші кезеңде шетел жазушыларының, біздің өзіміздің аудармаларымызды екі тілде, мемлекеттік тілде, орыс тілінде, қай тіл ыңғайлы солай оқытылып жатыр. Енді осы үш кезеңдегі кітаптардың ішіндегі өзіңізге жаныңызға жақын алып, оқып, кейіпкерін, жазушысын, жаңағы жақсы кейіпкер, қай кейіпкерден өзіңізге үлгі де ала білдіңіз, мысалы сондай бір жақын тартып оқыған кітабыңыз қай кітап? Осы жалпы ұйымдастырушыларға ырза болған жерім, осы әрбір кезеңге әртүрлі жанрдағы өзіңіз айтқандай жаңағыдай үш бағытта кітап таңдалған керемет екен. Мысалы мен өзім бұрын кітаптар оқысам, бір жеңіл, әңгіме тәрізді кітаптар оқитын, тарихи кітаптарды адам жалықтырып кетер деп солай бастамайтын өйткені. Мына мысалға бірінші кезеңдегі бірінші Құланның ажалы деген кітап болды. Осы қостанайлық жалпы негізі Кейкі Батырдың прототипі болу керек. Сол кісінің өмірінен алған оқиғалар осы Қостанай өңірі туралы айтылғандықтан бізге уже негізі бөтен адам емес, барлығы айтылған жаңа жерлер, Қостанай жері болсын, жаңа Торғай жері болады, Амангелді жері деген сияқты, жаңа осы облыс орталықтары барлығы туралы айтылған кезде оқиғалар ана көз алдыңа елестейді екен барлығы. Өйткені ол жерлерден өзің де өттің, көрдің деген сияқты. Сол себепті ең бірінші Құланның ажалы деген кітапты мен өзі ондай қалыңда кітап емес, тез оқып тастадым. Сосын екінші қайтара уже жаңағы менімен бірге қатысушы өзім достарым болды осы конкурсқа, солармен біз бірге отырып талдайтынбыз. Тамаша жері және әлі күнге ол жердегі айтылған адалдық, жаңағы кейбір адамдардың сатқындығы, жаңағы ол жерде болады ғой, жаңағы милиционер ненің кектеніп сол кісіге қастандық жасап оқиға барысында. Сол сияқты бұл қазіргі заманда да сондай оқиғалар әлі күнге біздің қоғамда болып жатқаны көрінеді. Сондай нәрселер әлі күнге бар. Сонда адам ішкі ойы, батырдың ішкі ойы, халқына, жеріне деген махаббаты маған сол кітап қатты әсер етті. Рахмет. Енді осы оқы және онлайн байқауына дайындалып жатқан кезде, оқып жатқан кезде кітаптарды қандай да бір өзіңіздің есіңізде қалатын жағдайлар, қиын кезеңдер дейміз енді, мысалы кейде уақытыңыз болмай қалған уақыттар болады, кейде осы байқаудың сізге бір жақсы әсер берген уақыты болады, және де сонымен қатар осы байқауда сіз қандай әдістерді қолдана білдіңіз, қалай жаңағы офлайн тест тапсырдыңыздар,
эссе жаздыңыздар, сонда қалай өзіңізге қиын сәттері немесе қандай да бір жалпы мен сияқты басқа салада жұмыс істеп жүрген адамдарға кішкене қиындық тудыруы мүмкін, яғни уақыт табу, кітап оқуға деген уақыт бөлу. Мысалға менің жаңа қасымда жолдастарымның тәжірибесінен осының алдында бірінші кезеңге де қатысқан таныстарым болды. Солардың тәжірибесімен мен бөлістім. Олар мысалы күнделікті 10 бет, 20 бетті міндетті түрде оқуды өзіне мақсат қойған. Айтады ғой жаңағыдай мақсат қойылса, соған жетуге адам өзі іштей мотивация табады. Мотивация ол бір жанып, бір өшеді. Бір күн сіз 20 бет оқып, 2 күн кітаптың бетін ашпай кетсеңіз, ол кезде әрине қиын болады. Оқығаныңызды ұмытып қаласыз. Оқиғаларды сіз уже байланыстыра алмай қаласыз. Жалпы бұл мен конкурсқа ең алғаш тіркеліп оқып бастағаннан бастап, мен басқа да конкурстарға қатысып жүрдім, өзімнің салама байланысты. Мұғалімдер арасында жаңағы педидеялар деген фестиваль жаңағыда конкурс болды. Яғни ғылыми жағынан мұғалім өзінің идеясымен басқа педагогтармен бөліседі. Сонда конкурсқа дайындалып, өзі ерекше конкурс облыстық кезеңге өтіп, сол облыстық кезеңнен алғаш бірінші орын алып, республикаға жолдама алғам. Осы конкурс өзі 3 ай кезінде болып жатқан кезде мен кітаптарды оқып, мен жүлделі орын алам деген ондай ниет болған жоқ. Жаңа сөзімнің басында айтып өткендей, маған кітап оқуды жүйелеу керек болды. Мен сол мақсатта болды мақсатым. Сондықтан менде тоқтайтын, алға артқа қарайтын уақыт жоқ. Тек оқып, күнделікті бір ізге өзімді салуға тырыстым барынша. Тамаша өзіме сыйлық, бір жағы көмек болды. Біз міне желтоқсан айында 4-ші кезеңде эссені жазып, тәмамдап, жүлделі орын алды дегенде, маған осы қаржылай маған бұл көмегі жаңағы республикалық сайыстың барар жолыма кішкене болса да қаржылай көмек болды. Өзімде бір жағы қуанып қалдым. Өзі Құдайда өзінің бір несі жоспары болады екен ғой. Адам өзін іштей ниеттенсең, өзі біріне бірін байланыстырып өтеді. Мен өзім бәріне мотивация деватсың, осының барлығы сізге өзінің көмегін тигізіп тұр дейсіз ғой. Байқаудан орын алып, байқаудан сізге ақшалай сыйлық түсіп, жолыңызды жауып. Иә, жолымды жауып, бір-бірінен өзі оқиғалар, әрбір іс-шаралар, жетістіктерім өзі бір-бірінің сабақтасып кете берді солай. Тамаша өзі соңғы жаңағыда айтады ғой, қорытындысы өзіме ұнады, тамаша болды. Жақсы, өте керемет, қуаныштымыз бізде. Енді қазіргі кезде жаңа сіз айтып өттіңіз, өзіңізде балаларға, оқушыларға, сіз мектепте істейтін болғасын, оқушыларға қазіргі таңда мектепте шаралар, жаңағы кітап бұрышы бар деп атсыз. Одан кейін жаңағындай оқыған кітаптарын қойылып, сыйлық ретінде оқушылар бір-біріне сыйлайды. Сондай біздің 10-ші мектепте сондай бір іс-шара өтеді, жаңағы оқыған кітаптарын қойып, келесі бала оқып деген сақылда. Енді сіздің осы жаңа айтып жатсыз, біздің мектепте өзіміздің жеңімпаз балаларымыз бар деп жас санатына байланысты. Одан артық, одан да жаңағындай қазіргі таңда балалар қалай енді сізді көріп, сіздің мынандай жаңағыдай енді қазір айтады ғой, біздің жүлдегер ағайымыз, жүлдегер оқушылар бар деп жатсыз. Соларға қарап қалай балалар оқимыз, қатысамыз деген үміткер балалар бар ма? Әрине, мен осы конкурсқа қатысу барысында мен өзім оқушыларыма жарнамалап үнемі айтып отырам. Осы конкурсқа қатысыңдар, өздеріңді көрсетіңдер. Бізде жаңа Жәнібек деген оқушым болды. Сол оқушы бірінші кезеңде 3-ші орын алған. Кешегі 2-ші кезең кезінде, 2-ші айналым кезінде ол 2-ші орын алды. Солай өзінің нәтижесін көрсетіп, сол баланы мысалға келтірем. Сосын бір жағы мен оқушыларым мені білет. Менің жұмыс үстелімде міндетті түрде 3-4 кітап тұрады. Ол менің пәніме неме қатысы жоқ. Мысалы өлеңдер жинағы, Мұқағали Мақатаевтың тағы да осы нелерде оқылатын. Соңғы кезде бір әдемі кітап оқыдым, Қуыс кеуде деген сияқты. Сондай кітаптарды мен сатып алып, алдыма қойып қоям. Қазіргі әлеуметте мынау жаһанда, жалпы қоғамда болып жатқан мәселелер туралы кітаптарды өзім оқып отырам. Және ол жерде түйген ойларымды мен оқушыларға айтам. Жалпы оқушыларыма бір мысал келтірем ғой. Сіздер егер фильм қарасаңыз, сіз бір дайын
адамның дайындап берген образын көресіз де, жай сол фильмнің бір негізгі ойын түсінесіз. А егер сол фильмде айтылған нәрсені кітап ретінде өзіңіз оқысаңыз, қиялың ғажайып, жаңағы әр кейіпкерді өзіңіз ерекше образын өзіңіз ойда жасап аласыз. Яғни әрбір оқыған кітап ол саған жаттығу болады. Яғни сен әрі қарай өзі қиялыңды мықты дамытасың. Қазіргі өзі қоғамда да ең бағалы жұмыскер ол идея айтатын жұмыскер ғой. Сол идея айта алатын, мықты өзін креативті ойлай алатын жалпы оқушы, жалпы маман солай оқу арқылы қалыптасады. Менің ойым. Жақсы, керемет, өте жауабыңызға. Енді осы байқау, жаңа енді арасында айтылып та жатыр ғой, болашақта осы байқауды оқ және жеңді қандай жағынан көресіз, қалай өзіңіз алдыңызға елестетесіз, бұдан да жақсы бола берсін, бұдан да жақсы жағдайда өтсін деген өзіңіз ойыңыз бар ма жалпы? Өткеніне қанағаттанасыз осындай байқаудың өтіп жатқанына? Әрине, осы тәрізді конкурстар көп болғанын қалаймыз, және бұл жүлденің өзі, жүлде қоры болған адамдарға кішкене болса да ынта береді екен. Жаңа айтып өттім ба сізге, егер адамда қалау болмаса, сен қаламасаң да сол жұмысты жаса дейді. Жасау барысында сенде қалау өзі-ақ пайда болады кейін. Сол сияқты біз алғашқы жүлде қорын айтып, кішкене қызықтырып баланы оқытқанымызбен, одан кейін ол кітап өзі, ол оқушыны болсын, үлкен ересек азаматты болсын, өзі баурап тартып алады. Әрі қарай ол өзі қызығып, келесі кітап қандай болады екен, келесі оқиға не болады екен деген сияқты қызығушылық танытады деп ойлаймын. Және бір жаңағы жоғарыда сіз сұрағыңызға мен бір айтқым келгені, кітапты оқумен бірге, егер толық кітапты оқып болса оқырман, оның қазіргі таңда заман дамыды ғой, ютубта аудио книгалар бар, аудио кітаптар бар. Сол сияқты тыңдау арқылы да адам жаңағы оқиғаларды нақты бекітіп, ойға түйіп, есінде сақтай алады. Жақсы, Думан Асқарұлы, сізге өте көп ризашылығымды білдіремін. Жалпы біз енді осы өзіміздің Лев Николаевич Толстой атындағы облыстық ғылыми әмбебап кітапханасында жайында айтып кетер болсам, бізде өтетін әрбір іс-шаралар қаланың мәдениет саласының өсіп өркендеуіне сүбелі үлес қосып келе жатқандығы хақ. Енді жаңағыдай біз тек қана кітапхана ішінде емес, сонымен қатар өзіміздің осы қала ішіндегі мекемелерде, мектептерде де бірігіп жұмыс істейміз. Қадірменді қонақтарымыз, қадірменді оқырмандарымыз, бүгінгі біздің қонағымыз екінші кезеңнің 19 және жоғары жас санаты бойынша 3-ші орын иегері Думан Асқарұлы. Сізге еңбегіңізге табыс тілейміз. Болашақта осындай байқауларға көп қатысып, өзіңізді көрсете біліп, артта өсіп келе жатқан ұрпақтарыңызға, балаларыңызға үлкен бір ақылшы, ойшыл, жаңағы кемеңгер болыңыз деп айтқым келеді. Енді сізді мен жаңағы өзіміздің 19 және жоғары жас қазіргі 3-ші кезеңінде көріп отырмын. Болашақта сізден одан да үлкен орындар алуға тілектеспін. 1-ші орын, 2-ші орын иегер болыңыз. Жалпы осы оқырмандарға қатысушы қандай тілек айтар едіңіз оқы және жең онлайн байқауына? Жалпы жаңағы адам басыңызға жақсы ойлар келсе жаз дейді, а мүлдем келмесе оқы дейді. Сол себепті ойлар, жақсы идеялар келу үшін, өсу үшін, даму үшін оқу керек. Осындай конкурстар көп болсын. Жалпы халықтың мүддесіне жай ғана бұл бір кішкентай ғана кругтың, яғни бір мекеменің ішінде болатын нәрсе емес қой. Бір облыс көлемінде болып жатқан іс-шара, қатысушылар көп бола берсін, жүлделі орындар көп бола берсін. Ниеттеріңізге жете беріңіздер. Сіздерге де рахмет, шақырғандарыңызға сәттілік тілеймін. Әрбір қатысушы жеңімпаз, себебі бұл байқау сізді білім мен рухани дамуға жетелейді. Кітап оқып өзіңізді жаңа қырынан танып, әр күні жаңа бір дүниені меңгеруіңізге тілектеспіз. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар. Рахмет.